Бүгінгі әңгімеміз кіші жүздің ішіндегі 12 ата байылдан тарайтын жаппас ру жайлы болады. Яғни жаппас ру кіші жүз біз бүкіл барша қазақ тарихында ерекше орын алған ру деп айтуға болады. Өзінің батырларымен және үлкен тұлғаларымен қазақ тарихында. Әңгімеңді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Қоңырауды басып жіберіңіздер, уақытылы шығарылымды біліп отырасыздар. Жалпы кіші жүздің шежіресі туралы мен толыққанды шығарылым бар. Каналымды қараймын десеңіздер, және ол қалай тарайды, аңыз бен әңгіме тарихи деректері бар. Сол жайында қысқаша тоқтап кетсек, сол байылының ішінен тарайтын жаппас жалпы 15 ғасырға дейін осы Алтын Ордада, кейін толыққанда 16 ғасырға дейін әлсіреп кеткен Ноғай ордасы, яғни сол кездердегі талай соғыспен және ішкі әрі азаматтық соғыс әрі жұт болғаннан кейін толыққанда әлсіреп өз жерлерінен кетіп қалып, билігінен көптеген кіші жүздегі рулардың бәрі қазақ хандығына қосылады. Қазақ хандығына қосылып, қалмақтарға қарсы және ноғайларға қарсы үлкен шайқастар мен қақтығыстарда аса рөл атқарады. Әрі осы жаппас руының батыс шекарасын нығайтқан үшін және қорғаған үшін Сырдарияның төменгі ағысын және Ырғыз, Торғай, Тобыл өзендерінің территориясында емін-еркін қоныстауына қазақ хандары рұқсат береді. 17-18 ғасырлардағы қазақ хандығының басына күн туғанда, яғни жоңғар шапқыншылық кезінде жаппас руынан талай батырлар шығады, аты аңызға айналған. Соның бірі Қанжығалы Қабанбайдың жолдасы болған және Аңырақай шайқасының ерлігімен танылған Ақберді батыр және Бұлант өзенінің шайқасында ерлігімен танылған барша қазаққа Байғара батыр және тағы да басқа батырлар шыққан. Осылар батырлардың ішіндегі ең ерекше қазақ даласында атақты болған Баймұрат Байбөрұлы, яғни Абылай ханның қолбасшысы болған және Көкжал Барақтың досы болған Баймұрат батыр 16 жасынан бастап қазақ даласында аты шыға бастады. Яғни оларды Бейсенбайдың 5 арысы деп айтады. Бейсенбай Баймұраттың атасы болып табылады. Баймұрат батырдың жаппас жігіттер жинап көптеген шайқастарға қатысады. Соның ішінде Кеме салған, Майлыбас, Басықара және Қазалы, Ырғызда ерлік көрсетіп жеңіске жеткен шайқастар өткізді талай. Баймұрат батыр қазақ хандығының тарихындағы ең үлкен бір шайқастардың бірі, яғни тағдыры қыл үстінде тұрған кез деп айтуға да болады. Яғни ел боламыз немесе ез болады. Жоңғарлармен болған үлкен шешулі шайқас Аңырақай шайқасында қол бастап үлкен жеңіске жетуінің өз үлесін қосқан. Сол қазақ даласында бәрі шулап жүрді. Сол кездегі Баймұрат батырдың 29 жасына қатысқан үлкен шайқасы да үлкен олжалы болды. Яғни 180 табын жылқыларды үйір-үйірмен олжасына түсті. Баймұрат батыр жайлы 1742 жылы кіші жүздің ханы Әбілқайырдың Ресей губернаторына жазған хатында айтады. Яғни жоңғарлармен болған келіссөзде Қалдан Сереннің Баймұрат батырдың ұлын аманатқа талап еткені, яғни сол кездердегі Баймұрат батырдың атағы шулағаны сондай. Жоңғарлардың өздері хан баласын емес, жай батырдың баласын аманатқа сұратқан дәлел болып табылады. Әрі жоңғарлардың соншалықты қатты қорыққанын білдіреді Баймұрат батырдан. 1743 жыл, яғни қазіргі Меркі ауданына жақын Сыпатай батырды ауылының қасындағы төбеде жоңғарлармен болған шайқаста Баймұрат батыр аяғында ауыр жарақат алып, өз аяғын өзі салақтап тұрған көріп, қылышымен кесіп жіберіп, ұрысты тоқтатқан емес, жалғастыра берді. Осының жан-жағындағы көрген сарбаздар антан болады. Кейін Шаған жердегі шайқастарда, жоңғарлармен болған шайқаста аса үлкен рөл атқарады Баймұрат батыр, яғни сол жақ қанатты басқарып, сол кездегі барша қазақ қолын басқарған Қабанбай батырдың өзі ақылшысы болып Қазбек би және сол кездердегі жас Абылай сұлтанның өзі де қатысады. Бармақ батыр бар, барша қазаққа әйгілі батырлар мен сұлтандардың жиналып үлкен шайқас береді жоңғарларға қарсы. Сол шайқаста жоңғарлар ойсырата жеңілген, әрі оның қолбасшысы Ноян Доржы бұл жеңілісін шыдай алмағаннан өз-өзіне қол жұмсайды. Баймұрат батыр негізі кіші жүз ханы Әбілқайырдың Ресейге қосылам деген ойына қатты қарсы болады. Келіссөз жүргізіп жатқан губернатор Тевкелевті ханның ордасында қоршап өлтіргісі келген жайлы. Кейін Тевкелевті Баймұрат қазақ пен орыс арасындағы достығына кедергі жау есебінде жазады өз естеліктерінде. Әбілқайыр өлгеннен кейін үлкен ұлы Нұралының таққа отыруына Баймұрат батыр беделімен ықпал етіп Нұралыны таққа отырғызады. Үлкен рөл
рөлдер атқарады. Осылайша қазіргі Қостанай облысында жерленген Баймұрат Батыр жайлы деректер аз. Қаншама қазақтың тағдырында қылысын түсіріп үлкен үлес қосып шайқастарда жеңіске жетсе де әлі де беймәлім болып көкке. Сондықтан Баймұрат Батыр кітаптар мен кино немесе шығармалар шығуына лайықты деп білем. Жалпы Баймұратқа ескерткішпен көше атын берсе артық болмас қазақ елінде. Жалпы қазақ хандығында жаппас ру аса үлкен рөл атқарды және беделді болды деп болады. Соның бір дәлелі 1438 жылы қазақ хандығы мен орыстардың арасындағы келіссөздер жүріп жатқанда рулардың басшыларымен бәрін жиналып 50 шақты ру жиналып Орынборда. Сонда жаппастан екі өте Тілеубек Қасқаұлы мен және Баймұраттың ағасы Тоқбай Батыр әрі қазақ хандығының жеті жарғының 11 бөлімін осы жаппас руынан шыққан Құлбек Шүгірәлиев жазып жеткізген деген мәлімет бар. 18 ғасырда орыс империясының колонизация саясаты басталған кезде хан Арынғазыны қолдап көтеріліске шықты жаппас рулар және кейін Исатай мен Махамбеттің көтерілісіне өз үлестерін қосты. Әрі Кенесары көтерілісіне негізі жаппастар қолдамай, оның қазақ ауылдарына салған салықтарын төлемеуге бас тартты және інісі Наурызбай мен жігітпен келіп салық жинап жүргенде арасында жаппастармен бірге үлкен дау туып шайқас болады. Сонда Наурызбай шах деп өзінің 10 жігітін алып 90 жігіті қаза табады арасында болған шайқаста. Кейін Кенесары келіп жаппастарға шабуыл жасап және рубасы Алтыбай Көбекті тірілей өртесе де жаппастар берілмей Кенесарының өліміне дейін қарсы тұрып қолдамайды. 19 ғасырда аты шулы болған жаппас руынан шыққан Мырқыбай байды айтады. Яғни Құнанбаймен бірге Меккеге барған Мырқыбай, Құнанбай екеуі қазақ, яғни қажылыққа барған қазақтар үшін қонақ үйін салған деп Меккеде. Әрі жаппас руындағы ең бай адамды ықпалды деп сол өз заманындағы Мырқыбайды түйелерінің өзі 39-40 мыңға жеткен деген аңыз бар. Әрі осы Мырқыбайдың замандасы деп айтуға болады атақты күйші Байжұма Досмекейұлы, яғни атақты Құрманғазының өзі ұстазым деп айтты. Кейін Құрманғазының Байжұма деген күйі бар осы ұстазына арналған. Кейінгі 19-20 ғасырларда тұлғасы тоқтап кетсек, 19 ғасырлардағы қоқанға қарсы шайқастарда көзге түскен Құрақ батырды айта кетуге, екінші дүниежүзілік соғыстағы және Кеңес одағының батыры Нағи Ілиясовты айтуға болады. КССР-дің халық әртісі және қазақ қаһарманы Әзірбайжан Мәмбетовті, совет баскетболисі 1974 жылғы Олимпиада чемпионы Алжан Жармұхамедовті айтуға болады. КГБ-ның генералы, алғашқы КГБ-да генерал болған қазақты айтуға болады. Аубакир Арыстанбековті, яғни қазақ зиялыларын репрессияға ұшыраған осыларды бәрін ақтап реабилитациядан өткізіп солар еңбектері жарыққа шықты. Яғни Сәкен Сейфуллинді ақтауға үлкен үлес қосқан адам деп айтуға болады. Және қазіргі заманғы қоғам қайраткері, үлкен саясатшы деп айтуға болады Қазақ Республикасындағы Иманғали Тасмағамбетовті. Осылайша шағын тек тоқтап кеттім жаппас руының тарихы жайында. Толыққанды бір шығарылым жетпес. Жалпы ағайын қолдап каналға жазылып лайк басып комментарий жазып кетсеңіздер, жан-жаққа таратсаңыздар, жаппастар тарихыңыз барша алаш білсін. Әрі қоңырауға бас жіберіңіздер, уақытылы шығарылымды біліп отырасыздар. Толыққанды тыңдап